Ассалаумағалейкум. Осы атқа жайдақ отырсаң, простатиттен емделесің деп жүргендер көрсе болады осы видеоны. Ей, тұр. Мен бірінші жасап тұрған ашуланып тұр ма? Тұр. Алтын қоңызды ішсеңіздер, простатиттен толығымен емделуге болады. Ал атқа жайдақ отырып, простатиттен емделіп кеттім деген адамды әлі көре қойған жоқпын. Жалпы алтын қоңызды ішу үшін бүйрек өтте тас болмау керек. Және асқазанда язва болмау керек. Ал басқа жағдайларда шебересіздер. Примерно шаптан ар жақ бер жағындай уақытта 40 штук ішсеңіздер, простатиттен толығымен емделуге болады. Ал атқа жайдақ отыру деген дұрыс қан айналдырады, энергияң тасып қалады, бірақ ол жаңағы былай емдеп жүреді деген сөз емес. Себебі сізде ауырып тұрған, жаңағы мазалап тұрған дүниені бұндай не дейді, атқа отырмай емдеп жүру деген ол былайша айтқанда миф деп аталады. Бұндай ертегіге сенбестен алтын қоңыз халқымен емделіңіздер.